Үйде өкшені сутек асқын тотығымен қалай тазалауға болады? Бүгінгі видеомызда өкшені сутек асқын тотығымен тазалаудың артықшылықтары мен қарсы көрсеткіштеріне тоқталатын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, сутек асқын тотығы медицинада жаралар мен іріңдердің беттерін дезинфекциялау үшін қолданатын антисептик. Сонымен қатар, сутек асқын тотығы сәл сілтілік және сәл қышқылды қасиетке ие болғандықтан, сәйкесінше олардың кейбір қоспалары ағартуға және ертуге де қабілетті болып келеді. Өкше үшін сутек асқын тотығының артықшылықтары келесі қасиеттерді қамтиды. Бірінші, теріні тазартады. Өнім, кір мен ойықтарда кездесетін кірді, шаңның қатты бөлшектерін ақырын ертеді. Мұндай кірді сабымен кетіру қиын, себебі өкшенің беті кедіріп отыр. Ал өкшенің қатты тігін пышақпен немесе әртүрлі қырғыштармен алып тастайтын болсақ, онда өкшенің терісіне зақым келтіруіміз мүмкін. Екінші, құрғақ жерлерді жұмсартады. Артық салмағы бар адамдардың өкшесі өте қалың. Уақыт өте келе ол өрескел болып, зімбірге ұқсайды. Тіндердің құрғауына байланысты өкшелер жарылады. Бұл көптеген жағымсыз сезімдерді туғызады. Сутек асқын тотығы құрғақ теріні жұмсартуға көмектеседі. Үшінші, тіндерді оттегімен қанықтырады. Химиялық реакция барысында зат оттегіне, сутегіне және аз мөлшерде суға ыдырайды. Оттегі терінің терең қабатына еніп, антиоксидант қызметін атқарады. Өкшені осал етеді. Тіндердің жұмсаруына және олардың оттегімен қанығуына байланысты өкше жарақатқа және механикалық зақымдарға аз ұшырайды. Келесі, өкшені сутек асқын тотығымен тазартуға қарсы көрсеткіштеріне тоқталайық. Сутек асқын тотығын барлық жерде қолданады. Нұсқаулар бойынша сұйықтықты абайлап және көзге тигізбеу үшін барлық тәсілдерді қолдану керектігін көрсетеді. Өкше үшін сутек асқын тотығын қолдануға қарсы көрсеткіштер келесідей. Жеке төзімділік. Дене белгілі бір препаратты қабылдамау мүмкін. Тиісінше ерітіндіні қолданар алдында сезімталдық сынағын өткізуді ұмытпаңыз. Егер бөртпе немесе жану сезімі пайда болса, сутек асқын тотығын қолданбаңыз. Жүрек аурулары. Кейбір деректерде сутек асқын тотығы жаралар мен өңделген тері арқылы қанға еніп, қанды оттегімен қанықтырады. Қан тамырларының жиырылу дәрежесі мен олардың оттегінің қанықтылығы арасында тікелей байланыс бар. Трансплантацияланған органдар. Сутек пероксиді күшті тотықтырғыш зат болғандықтан, оны кейбір кездері ішкі мүшелерді трансплантацияланған адамдар үшін қолданудың қажеті жоқ. Шетелдік зерттеушілер бірқатар зерттеулер жүргізіп, тіндердің қабылдамау жағдайлары бар екенін анықтады. Флебит. Бұл тамырлардың ауруы. Сутек асқын тотығы аурулардың дамуын тездетуі мүмкін. Өкше үшін сутек пероксиді дәрі-дәрмектерге арналған рецепті. Сутек асқын тотығы бұл көптеген маскаларда, лосьондарда, аппликацияларда және аяқ ванналарында қолданатын керемет ем. Бұл терінің қалың қабатынан тез арылуға және қатты кірді кетіруге көмектеседі. Қатқан өкшені теңіз тұзының асқын тотығымен қалай тазалауға болады? Теңіз тұзы құрамында микроэлементтер мен металл иондар бар табиғи өнім. Оның көмегімен теріңізді емдеуге, тітіркенуді, бөртпе мен аллергияны кетіруге болады. Сутегі асқын тотығымен үйлескенде теңіз тұзы кедір бұдыр теріні кетіруге көмектеседі. Өкшені тазарту үшін теңіз тұзы мен сутегі асқын тотығын қолдану бойынша нұсқаулар. Бассейнге 2000 мл су құйып, оған 50 грамм теңіз тұзын қосыңыз. Дәмі мен бояуы бар затты қабылдамаған жөн. Аяқтардағы шиеленісті жеңілдету үшін суға бірнеше тамшы лаванда немесе розмарин майын қосыңыз. Аяғыңызды ыстық ерітіндіге батырыңыз және 7 минут ұстаңыз. Аяғыңызды сұйықтықтан шығаруға асықпаңыз. Бассейнге 40 мл 3% сутек асқын тотығын құйыңыз. Сутек асқын тотығы ерігеннен кейін аяғыңызды 7 минут суда ұстаңыз. Бұл теріні ағартады және өкшені тазартуға арналған пышақтар мен арнайы машинкалардың көмегімен өкшенің қалың қабатын алып тастауға болады. Егер өкшеде сызат пайда болса, немесе қан кетсе,
Процедурадан кейін табиғи алма сірке суын глицеринмен тең мөлшерде араластырыңыз. Пастаны зақымданған жерге жағыңыз. Бинтпен орап жылы шұлық киіңіз. Бұл композиция жарылған өте құрғақ теріні емдейді және ылғалдандырады. Ерітіндідегі сутек асқын тотығының мөлшерін ешбір жағдайда арттырмаңыз, себебі ол кері зиянын келтіруі мүмкін. Сутек асқын тотығы теріні құрғататынын ескеріңіз. Сондықтан ерітіндіні 7 күнде 2 реттен артық қолдануға болмайды. Процедурадан бұрын аяқтарыңызды сабынмен мұқият жуып, жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Үйде өкшені аспирин, сутегі асқын тотығымен қалай тазартуға болады? Аспирин жараларды емдейтін және іріңнің алдын алатын ацетилсалицил қышқылы. Сутегі асқын тотығы бар аспирин сізге тегіс, жұмсақ және қызғылт өкшеге қол жеткізуге көмектеседі. Аспирин сутегі асқын тотығы мен өкшені тазалауға арналған нұсқаулар. Ыдысқа 3 литр су құйыңыз. Жылы сұйықтыққа 50 мл дәріхана асқын тотығын қосыңыз. Аяқтарыңызды сұйықтыққа батырыңыз және 10 минут отырыңыз. Осы уақыттан кейін аяқты тегіс қылады. Аяқтағы артық жерлерді алып тастау үшін пемзаны немесе зығырдың қағазын қосыңыз. Одан кейін сұйықтыққа аспириннің таблеткаларын ұнтақтап қосасыз. Жарылған жерге ұнтақты себіңіз және аяғыңызды бинтпен ораңыз. Жылы шұлық киіп, түні бойы қалдырыңыз. Бұл үрдісті 10 күнде 1 рет қайталаңыз.